Төртінші есеп, екінші тұрған тіктөртбұрышты пішіннің периметр мен ауданын табамыз. Төрттің асы А ұзындығы, тіктөртбұрыштың ұзындығы 6 см. В бұл ені, тіктөртбұрыштың ені 2 см. Олай болса, периметрін және ауданын табуымыз керек. Шешуі: тіктөртбұрыштың периметрі формуласы А мен Б-ның қосындысы, жақшаның ішінде оны 2-ке көбейтеміз. Олай болса, мұнда тұрған А 6 см, қосу В 2 см. Қосындысы 8 см, оның 2-ке көбейтіндісі 16 см-ге тең. Периметр 16 см. Енді тіктөртбұрыштың ауданының формуласы, міне қоршап қойдым, есте сақтап аламыз балалар. Тіктөртбұрыштың ауданының формуласы А мен Б-ның көбейтіндісі, яғни ұзындығы мен енінің көбейтіндісі. 6 см мен 2 см-ді көбейтсек, 12 см квадрат. Бұл жерде периметрдің өлшем бірлігі сантиметр, тіктөртбұрыштың ауданының өлшем бірлігі сантиметр квадрат. Жауабы: тіктөртбұрыштың периметр 16 см-ге тең, ал тіктөртбұрыштың ауданы 12 см квадратқа тең. Төртінші А есебі: фигуралардың боялған бөліктерінің ауданын табайық. Бірінші боялған бөліктің ұзындығы А1 3 см, В1 ені 1 см. Екінші боялған бөліктің ұзындығы А2 3 см, В2 ені 1 см. Олай болса, S1, S2 бірінші аудан мен екінші ауданын табуымыз керек. Шешуі: мына формулаға сүйеніп орындаймыз. S1, S2, яғни ауданның формуласы ұзындығы мен енінің көбейтіндісіне тең. А1 мен В1 мұндағы мәні, А2 мен В2 мұндағы 3 см және 1 см. Олай болса, S1 табу үшін 3 пен 1 см көбейтеміз, 3 см квадрат. S2 ауданын табу үшін екінші 3 см мен 1 см-ді көбейтеміз. Мінекей, 3 см квадрат. Боялған бөліктің ауданын табу үшін осы S1 мен S2 екі түрлі ауданынан шыққан мәнді бір-біріне қосамыз. 3 см квадрат қосу 3 см квадрат. Мына екеуін қосамыз, барлығын сонда 6 см квадрат. Олай болса, жауабы: боялған бөліктің ауданы 6 см квадрат. Бесінші есеп: әр суретке қарап 3 дұрыс жауаптан жаз. Ол үшін алдымен мына формулаларды есте сақтап аламыз. Шаршының ауданын табу үшін А мен А-ның көбейтіндісіне, яғни қабырғаларының көбейтіндісіне немесе квадратына тең. Шаршының периметрін табу үшін А-ны 4 қабырғасына көбейтеміз, немесе А-ны 4 рет қосып шығуға да болады. Тіктөртбұрыштың ауданын табу үшін ұзындығы мен енін көбейтеміз. Үшбұрыштың периметрін табу үшін барлық 3 қабырғасын қосамыз. Тіктөртбұрыштың периметрін табу үшін ұзындығы мен енін қосып, оны 2-ке көбейтеміз. Үшбұрыштың ауданын табу үшін А мен Б көбейтіндісін 2-ке бөлеміз, яғни ұзындығы мен енін көбейтіп, оны 2-ге бөлеміз. Осы формулалар 5-ші есепте қолданамыз. 5-ші есеп Асында шаршының ауданы берілген. Яғни барлық ауданын табамыз. Шаршының ауданын табу үшін 6 метр мен 6 метрді бір-біріне көбейтеміз. Сол кезде 36 метр квадрат. Міне мына формулаға сүйен орындаймыз. Екінші боялған бөлік ауданы 2 метрді көбейтеміз 2 метрге. Яғни кітапта ол алқызыл түсте тұр. Міне соған ұқсастырып астын сызып қойдым. Екеуін бір-біріне көбейтеміз, сонда 4 метр квадрат. Үшінші боялмаған бөлік ауданы мына 36 метр квадрат. Шаршының ауданынан шыққан мәнінен азайтамыз, боялған бөлік 4 метр квадрат. Яғни 36 метр квадраттан азайтамыз. 4 метр квадрат тең 32 метр квадрат. Мұнда шаршының ауданы болса, мына формула қолданылса, енді әс мен бысына А көбейту Б, яғни ұзындығы мен енін көбейту арқылы есептейміз екен. 6-шы есеп: теңдеулерді шешіп көрейік. Y қосу 230 тең 9 мен 4-дің көбейтіндісіне 640-ты қосамыз. Y қосу 230 сол күйінде жазылады. 9 мен 4-дің көбейтіндісі 36-ға тең. Бірінші көбейту амалы, сосын
қосу амалын орындаймыз. 36-ға 640-ті қосқанда 676. Y тең 676. Мұнда азайту амалы бар, өйткені екінші қосылғыш сан, әріп емес сан, және мұнда қосу амалы тұр. Кері амал қойып қоямыз, азайту амалын. Олай болса, Y тең 676-тан 230 азайтқанда 446. Сызамыз, одан кейін 446. Y-тің мәні 446 қосу 230 тең, мынаны сол күйінде жазуға болады. Және 676 тең 676. Мінекей теңдеуіміз осылай тексеріледі. Соңғы теңдеуі 230 пен 670-тің қосындысы, одан азайтамыз x тең 410 мен 120-ның қосындысы. 900 азайту x. Яғни мына жақшаның ішіндегі екеуін бір-біріне қоссақ 900 болды. Азайтамыз x тең, мына екеуін қосамыз 530. X тең, мына 900-ді қайтадан жазамыз. Және мұнда амал өзгермейді. Өйткені мұндағы азайтқыш, әріп және мұнда азайту амалы тұр ортада. Олай болса, мынау сол күйінде азайтылады. 900 азайту 530. Ары қарай өзіміз тауып шығарамыз.